Қайрат Еурокубоктегі ертегісін футбол отанында аяқтайды. Халықтың командасы 2 күннен бері Тұманды Альбионда дене қыздыру жаттығуларын жасап жатыр. Білесіздер, жерлестеріміз Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің шешуші 8-ші турында Арсенал командасымен әйгілі Эмирейтс аренасында кездеседі. Қазірдің өзінде Арсеналдың мықты екендігі түсінікті, яғни фаворит екендігі. Осыған байланысты Арсенал командасының жанкүйерлері Қайратқа қарсы қандай құрамда шығарамыз деп өздерінің әлеуметтік желілерінде жарыса жазып жатыр. Сондай бір қызық комментарийлердің арасында бір жанкүйер былай деген екен: Қайрат командасына қарсы Арсеналдың әйелдер командасы шықса да жеңіске жетеді, сондықтан да біздің негізгі құрамның ойыншыларына демалыс беріңіздер депті. Ал екінші бір комментарийде Арсеналдың U21 командасы да Қайрат командасына қарсы жеңетіндей шамасы бар деген. Ал тағы бір комментарийде Арсеналдың жанкүйері былай жазған екен: алаңға мені шығарсаңыздар да біз Қайратты жеңіп кетеміз деген екен. Достар, не болса да ойынды күтеміз, қандай нәтиже болса да біз Қайрат командасына жалпы қолдау көрсетеміз. Білесіздер, Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінде қатысып жатқан 36 клубтың арасында 7 ойыннан кейін Арсенал жеке дара көш бастап тұр 21 ұпаймен, ал Қайрат осы турнирдің дебютанты 1 ұпаймен әзірге ең соңғы орында. Және Қайрат командасына біз тек қана соңғы турда сәттілік тілейміз. Ал менің ойымша бұл ойында 4 голдан көп гол салынады деп ойлаймын.